Мына жақтағы біз связка дейміз. Осы связканы кесу арқылы мына жерде углды выпрямлять етеміз. Углды түзілеу арқылы мүшені 2-3 сантиметрге өсірсе болады. Енді мүшенің көлемін өсіру үшін қазіргі кезде гельдар қолданып жатыр. Мысалы гиалуроновая кислота, бірақ ол мүшенің басын өсіру үшін қолданады, және мүшенің басының сезімталдығын төмендету үшін қолданады. Сосын мүшенің денесіне қолданатын гельдар бар. Олар мүшенің денесін көлемін үлкейтеді. Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, төмендегі қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бүгінгі тақырып бізде мүшені қалай үлкейтсе болады, сол бойынша айтатын боламыз. Енді бұл тақырыпқа кірмей тұрып, мен еркектің жыныс мүшесі бойынша толық ақпарат беріп кетуді жөн көріп отырмын. Еркектің жыныс мүшесі ол 10-11 жастан бастап қатты өсе бастайды. Бала кезінен подростковый период немесе ересек периодқа осы 10-11 жасынан бастап тестостерон гормоны арқылы өсіп бастайды. Сол кезде басталады. 17-20 жасқа дейін максимум өседі. Сол кезде 20 жасқа дейін өсуін тоқтатады. Енді мүше бойынша айтатын болсақ, мүше ол сыртқа айсберг сияқты, сыртқа қаншалықты шығып тұрса, тура соншалықты ішке қарай өседі. Мүшенің қандай жағдайларда мүше өспей қалуы мүмкін? Ол бағанағы айтып отыр қой, тестостерон гормоны арқылы мүше өседі деп. Яғни, тестостерон гормоны төмен болса, мүшенің размері өспей қалуы мүмкін. Изначально, мысалы, даже туылған кездің өзінде бала микропениямен туылуы мүмкін. Мүшенің размерінің кішкентай болуымен туылуы мүмкін. Ол тестостерон гормонының жеткіліксіздігінен болуы мүмкін. Сол үшін сол кішкентай кезінен баста біз гормонын анықтап, сол гормонды стимуляция жасау арқылы көбінесе 15-16 жасында егер мүшенің размері кішкентай болатын болса, онда сол кезде біз гормон беру арқылы мүшенің размерін өсірсек болады. Екінші, мүшенің размері нормальный болуы мүмкін. Жаңа айттық қой, мүшенің размері мысалы нормальный болуы мүмкін. Бірақ ол мына жақтағы майға толық жігіттер болатын болса, мысалы майға тығылып тұру мүмкін. Немесе толық болмаса да кей кезде болады, мүше ішке қарай тығылып тұру мүмкін. Жасырын мүше деп аталады, немесе скрытый половой член деп аталады. Бұл кезде де бұған мән беру керек. Сүндетке отырғызатын кезде егер мүшенің өзі толық шықпай тұрса, тек қана мүшенің терісі ғана шығып тұрса, онда сүндетке отырғызбай, бұл жерде операция жасап, мүшені ішке қарай фиксировать етіп, кожаға мүше толық шыққаннан кейін ғана барып, сыртын ота жасап кеткен дұрыс болады. Үшінші жағдайда генетикалық факторлар әсер етуі мүмкін. Мысалы, ол қандай жағдай? Біздің Орта Азия регионы бұл негізі мүшесінің размері қатты үлкен емес. Бұл генетикалық факторларда тула біткен қатты үлкен емес болып тулады. Мүшенің размерлері негізі жатқан кезде 5 сантиметр, тұрған кезде 10 сантиметрден жоғары болу керек. Егер 5 сантиметрден үлкен болса, ұзын болса мүше, оған ешқандай отаның, ештеңкенің қажеті жоқ. Біздерде көбінесе жастарымыз қандай сол мүшенің размерін көбінесе жаңа порно кинолардан көріп алады да, ол жақтағы порно кинолардағы актерлар көбінесе кастингтен өткен кезде мүшенің размеріне байланысты ол кастингтен өтеді. Ол жаққа әрине мүшесі үлкен жігіттер алынады кастингке. Сол жақтан ол жігіттер мүшенің размерін көріп алады да, өзіңмен салыстырып, менің мүшем кішкентай деп, өз-өздеріне проблема создавать етіп жатады. Сол үшін осы тақырыпты қозғауды жөн көріп отырмын. Негізі мүшенің размері жатқанда 5 сантиметрден жоғары болса, ол мүше нормальный мүше болып саналады. Енді тағы айта кететін нәрсе, мүшенің размері бала көтертуге ешқандай қатысы жоқ. Себебі мүше ол неге байланысты? Бала көтерту ол ұрықтың қозғалтқыштығына байланысты. Егер ұрық қозғалтқыштығы төмен болса, мүшенің размері қаншалықты үлкен болса да, ол бала көтерте алмайды.
Сол үшін бала көтерту ол ұрықтың сапасына байланысты болады. Мүшенің размеріне байланысты емес. Екінші, көбісі ойлайды, мен мүшем размері кішкентай болса, мен қанағаттандыра алмай қалам ба деп ойлайды әйел адамды. Бұл жерде де қателеседі. Егер мүшенің размері кішкентай болса, мысалы жыныстық қатынасқа түскен кезде әйел адамдарды алатын болсақ, мысалы мынау влагалище дейміз. Қатынасқа түскен кезде мүше мына жерге дейін келді дейікті, қатынасты. Бұл жерде көбінесе әйелдер клиторальды оргазм алады. Клитор ол сыртта орналасқан. Әйелдердің клиторы. Сол үшін мүшенің қатынасқа түскен кездегі оргазм алуға, мына клиторальный оргазм алуға мүшенің қатысы жоқ. Енді вагинальный оргазм алуға мүшенің қатысы бар, бірақ ол вагинальный оргазм алу үшін мысалы точка G деген болады. Точка G ол 2-3 сантиметрде орналасқан. Яғни мүшенің размері 3-5 сантиметр болса, оны жаңа точка G-ді қоздыра алады және вагинальный оргазм алғыза алады. Сол үшін мүшенің размері қатты бізде роль ойнамайды. Енді мүшенің размері бойынша, неге кішіреуі бойынша біз айтып кеттік. Енді қалай үлкейтсе болады, сол бойынша айта кетейін. Қандай жолдары бар. Егер бағанағындай айтқандай, егер гормоналды проблемалардан болған болса, мүше кішірейген болса, онда пубертатный периодтан өткеннен кейін, гормондары тұрақталғаннан кейін біз гормондарды тексереміз. Гормондар төмен болса, онда ол кезде гормондарды стимуляция жасау арқылы, егер мүшесі 4 сантиметрден кішкентай болған жағдайда стимуляция жасау арқылы өсіреміз. Екінші, мүшені отасыз өсіруге мүмкіндік бар. Ол қай кезде? Егер мүшем қатты кішкентай деп жатқан жігіттерге мүшені өсіруге қолданатын экстендерлер мен стретчерлер бар. Соларды қолдану арқылы мүшені өсірсе болады. Ол мүшені созу арқылы өсіреді. Бірақ оны қолдану өте қиын. Өйткені оны ұзақ уақыт қолдану керек, үнемі қолданып отыру керек. Үшінші, мүшені өсірудің тағы бір, ол енді оперативті жолы. Бұл мына жақтағы біз связка дейміз. Осы связканы кесу арқылы мына жерде углды выпрямлять етеміз. Углды түзілеу арқылы мүшені 2-3 сантиметрге өсірсе болады. Бірақ бұл операцияны қолданғаннан кейінде, жасағаннан кейінде жаңағы экстендер тағу керек болады. Себебі мынаны біз связканы кестік, связканы кескеннен кейін мына градусты өзгерту үшін мүшені үнемі созу керек болады. Оны біз жаңағындай экстендерлер арқылы соза аламыз. Тағы да келесі, мүшені ұзындығын емес, енді мүшенің көлемін өсіру үшін қазіргі кезде гельдар қолданып жатыр. Мысалы гиалуроновая кислота, бірақ ол мүшенің басын өсіру үшін қолданады, және мүшенің басының сезімталдығын төмендету үшін қолданады. Сосын мүшенің денесіне қолданатын гельдар бар. Олар мүшенің денесін көлемін үлкейтеді. Кейбір кезде жігіттер мүшенің ішіне вазелин салып жатқан кездер болады. Оны кеңес бермеймін вазелин салуға, себебі вазелин салғаннан кейін ол жерде қабынып вазелин іріндеп, көп жағдайда, көп кездерде біз сол вазелинмен бірге мүшенің терісін алып тастап, кейін артық қылам деп тыртық қылып алып жатқан жігіттер өте көп. Сол үшін негізі мүшенің размері роль ойнамайды, соны түсіну керек. Бізде көбінесе мүшенің размерінен көрі көп жігіттер психологически сынып қалып жатады. Сол мен мүшемнің размері кішкентай деп, содан кейін осындай нелерге қолданып жатады, операция жасап жатады, немесе бағана стретчерлер мен экстендерлер қолданып жатады, өздеріне гель салғызып жатады. Негізі бұл мүшенің размері қатты біздің роль ойнамайды. Тек қана психологический проблемалар. Сол үшін мен үнемі айтам, көбінесе біздің жастар өзінің нормасын білмей, өз-өзіне проблема создавать етіп жатады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі тақырып қандай тақырып болғанын қаласаңыз, сол тақырыпты жазып кетсеңіздер, сол тақырыпты қозғауға тырысамыз.